Билал черт. Черт қой. Черт. Неге черт? А? Не болды? Айтшы. Билал Мұхамбет Шафқат Рахмановпен шықпайтын болды. Отказ айтты, яғни травмалық болды. Біз тез подкаст жазуымызға да тура кетті осындай. Бүгін жап-жаңа шықты, оқыдық, қарадық. Болмады. Не болды Билалға? Түсінбедім, басынан енді жаңа комментарийда басына жазып атты, шықпасын. Жекпе-жек басталғаннан кейін. Жоқ, көп жыртылды ғой өзі. Иә, жыртылды. Бұған дейін. Анау. Бірақ бір айтты, шыққысы келмеймін деді, бір айтты, шығамын деді. Бір екі сөйлеп кетті. Сосын жаңа астында енді жекпе-жек белгілі болды ғой. Иә. Сосын астында комментарий шығып жатыр да, енді қашып кетпесін жекпе-жектен. Қашып кетпесін деп. Ойлаған жоқ еді, дата бұндай болады деп. Соңында ақырында қашып кетті деуге болады. Оңбаған екен. Оңбаған. Не істейміз енді? Подкаст түсірдік талай. Талай ұйқысыз пост, ұйқысыз түн, неше күн біздің ММА жанкүйерлері, ММА көрмейтін адамдар осы күн не істейді? Не болды? Айт жал, тоқта. Травма дейді, қалай травма болады сен оның? Енді жаңағындай не алып қойған ғой, жекпе-жек кезінде, жаттығу кезінде инфекция жұқтырып алған. Термен болатын. Не қылған инфекция дейтін құрттай балаға сондай бір бәшбай не оқып қалған ғой, бәшбай, иә. Сондай тіктіріп неден больницада жатқан видеосын жіберді. Осындайым деп. Болды? Адам ұрмайды. Адам ұрмайды. Қараш, 11 жекпе-жек келесің UFC-де ба? 11 ма? Иә, UFC 11. 11 жекпе-жек жеңіп келесің, жеңілмейсің. Неше жыл сен осыны күттің, Билал? Инфекция жұқты дейтін ес, ол допустим, жекпе-жекке 1-2 күн қалғанда салмақ қуалмай, осындай жағдай болса, онда түсінікті де. Адам дейтін не қылған зат ол? Боди массажға барған ба? Дұрыс не жасамаған дейсің ғой да? Инфекция жұқтырған дейді. Жақсы. Бұл жерден. Енді не болады деп ойлайсың енді? Енді кім жазып отыр Шафқат? Енді саған сәт неңе тез жазылып кет. Сен ақырында біздің жекпе-жек 100% болады. Мен қазір уақытша билеуге, төйлесуге дайынмын. Кім бар деп отыр? Бұл дұрыс па, қалай ойлайсың? Менше Шафқаттың тарапынан. Сенше дұрыс па? Менше дұрыс деп ойлаймын. Өйткені енді басқа неше бір жарым жылдай жекпе-жекке шыққан жоқ. Енді осы жыл не де болса шығып кету керек. Атауында уже көп күтіп қалады. Одан уақытша чемпиондыққа сұрап отыр да? Иә. Дұрыс емес пе? Кім шығу керек? Меніңше мен өзім екі үміткер көріп отырмын. Біреу Янгари, сосын Камару Усман. Так, Камару Усман бұл жерде кәдімгідей памфу-паундтың чемпионы енді бірінші памфу-паунд. Ол лайықты. Иә, соған лайықты ретінде. Янгари енді ол да лайықты. Кімнен кейін, Шафқаттан кейін екінші претендент ретінде, үміткер ретінде ол да Шафқатпен төбелесуге лайықты деп ойлаймын. Ал Джек Мадалин болса, ол травмада. Травмадан шықты, бірақ ол келесі жылы дайын емес. Ол келесі жылы басында шығамын деп отыр. Усманмен. Ал бұл екі жігіттің жекпе-жегінде страховкасы ешкім болмаған ма? Болмаған. Шынымен, иә, мен оны ол жағын ойламаппын. Қалай сонда сен жекпе-жек алды? Хотя біреу айтып қойды. Бір ай жарым болды. Жай жасай берші сен. Көреміз. Если бұлай болып кетсе, сен шыға саласың деген сияқты. Мен тіпті футболка жаздырып қойып 7 желтоқсан, ол біздің күнінде. Тәуелсіздігіміз нұсқасын келтірдің дейсіз ба? Жақсы, болатын іс болды. Бірақ сен кім үміткер көріп отырсың? Жалпы дұрыс па? Жекпе-жек. Қанша уақытша білбеуге? Жоқ, менің ойымша бірінші Дана Уайттан шешім күткен жақсы. Менің ойымша. Екіншіден Дана Уайтқа кім? Енді Саяттың ісі ғой. Саяттың жазғаны, Саят командалық жұмыс, ол Шафқат просто отырып деп былай жаза салған жоқ. Төбелесе салайын. Кісіре дайындалып отырмын ғой деген жоқ, Америкадан деген жоқ. Ертең ол Дана Уайт қандай шешім айтады, қандай не айтатынын біз білмейміз ғой. Мысалы, ол Шафқат егер айтпаса,
Шафқат айтпаса what's up everybody деп бүйтіп қазанға шығады ғой. Иә, Шафқат шықпайтын болды. Ол 6 айға травмаға кетіп қалды. Оның орнына Алекс Перейра шығады. Перейрада соғып. Перейрада жазып жатыр. Мен көрдім. Біләл Мұхамбет ол осындай болды, осындай жағдай болды. Шафқат не істейтіміз енді матчпен ақылдасамыз, бұл жекпе-жек болмайтын болды деуі мүмкін де. Соның алдын алып сразу Шафқат жазып жіберуі де мүмкін. Временный уақытша титулға белбеумен шығамын деген сияқты. Сразу тек ақылдасып не істеген тараптарынан өте жақсы дұрыс шешім болды. Біләлдің тарапынан қандай ешқандай ресми түрде ешқандай не көрген жоқ. Ресми түрде шығарған жоқ. Біреулер былай айтады, біреулер былай айтады. Енді сен қалай ойлайсың? Не болады енді? Енді біреуді береді, меніңше осы бір Шафқатқа береді сияқты ақыр соңында. Ен Гаримен сол жекпе-жек күтіп отырмын. Камар Осман қарағанда кімнің Ен Гариді береді сияқты бұл жекпе-жек. Ен Гаридің хайпы қазір күшті да. Иә, сосын жаңа Саятта айтты ғой бұған дейін. Ен Гари негізгі претенденттің бірі. Шафқатта сонымен төбелесуге қалайды, Мадалинамен де қалайды, бірақ ол Ен Гаримен әйтеуір бір күні төбелесетін. Бұл осы сәт сияқты төбелесетін. Дұрыс айтасың. Осы уже не істеп тастау керек та. Уақыт келді. Үміткерді, келесі үміткерді уже жою керек. Яғни үміткер қалдырмау керек та, тек өзінен басқа үміткер болмау керек. Сол себепті бұл жерде Ен Гари болу керек. Колби айтпай-ақ қояйын, Камар Осман да енді ол әзірге шыққым келейін деп отырған жоқ сияқты. Бірақ ол да мүмкін. Ақшасына ол мүмкін, бірақ менің айтпағым бұл жерде енді Ен Гари болады сияқты. Мүмкін. Мадалинаны көріп тұрған жоқ. Астындағылар енді Баклилер бүйтіп шықпаса, Баклимен төбелеседі деп айта алмаймын. Шон Брейдидің қарсыласы болу керек бұл жерде. Қарсыласы бар. Қарсыласы бар ғой, оныкі шығып қойды. Бернспен шамалы? Примерно сондай да? Бернспен. Мүмкін Осман дұрыс айтады. Осман ақысын берсең, боқсын шығарамын деуі мүмкін да. Осман да болу мүмкін. Бұл жерде енді Жангари болса да негізі жаман жекпе-жек болмайды. Уақытша титулға да. Уақытша титулға әдемі жекпе-жек. Сәл не басты да енді. Басады да жаңа ненің. Кішкене жүрек барлық күтіп қалады бұл мені да. Чемпион осы алатын күн осы жыл әйтеуір бір чемпионға қазақ елінен бір чемпион көреміз UFC-ден деп күтіп еді барлығы да. Мен басында енді көрдім, не болмай қалды да. Қалай айтсам болады. Басында көрдім, өтірік шығар деп ойладым. Қалай чемпиондықты қалай жүйрік қояды, өтірік шығар деп қараған жоқ. Бұл жағынан енді кімге де Дана Уайт тарапынан Біләлға да бір енді жаман не болады ғой, көзқарас болады деп ойлаймын. Біләлға дейтін жақсы көзқарас жоқ, Шафқатқа жоқ. Оған бәрі де тұр ғой. Сен келісесің ба осыған дайын деп? Бұл рас болған зат па? Қайсы? Біләл Мұхамбеттікі. Енді рас болған шығар, мүмкін ғой бәрі. Бірақ енді бұндай алғашқы сен қорғауыңда түсінбедім, құтақандай мынандай. Қара, егер чемпиондықты осы жерде шешпейтін ол Біләл Мұхамбет біліп тұр. Егер мен травман деп шықпай қалатын болсам, онда ол времени уақытша белбеуге төбелеседі. Сосын мен тағы да бір созам чемпиондығымды, хайпын созам. Сосын ақырында біреу жеңе салам. Мүмкін Шафқат жеңіп қалар. Мүмкін маған Янгари кідер. Янгариді спокойно, күресі қатты емес, күресіп жүріп алып аларым деген ойда келу мүмкін. Оның тарапынан өте қитұрқы істердің бәрі болып жатыр ғой. Мен дейтін жалпы әдейі шықпай қалды дейтінге де сенем. Кімнің? Белалдың да әдейі істеуі мүмкін. Жоқ, бұған дейін талай эксперттер, талай нелер айтты ғой. Біз оны жоққа шығармауымыз керек. Талай барлығы бізге айтты ғой. Бізге емес енді әлемдік аренада Белал көресі созады. И потом травма дейді, мен бүйттім дейді, сөйттім дейді, салмақ жасалмай қат, былай болады, солай болады деп. 1-2 жыл ұстайды. Кім болса да өзіне удобно біреуді ұстайды. Эдвардстың қайтып келген күтер. Мүмкін Эдвардс артқа бір қадам шегініп, Бёрнсті әлі кімді жеңіп, Успанды жеңіп қайтып барар деген сияқты. Эдвардс сондай өзіне келген мүмкіндікті ұстау мүмкін де. Оны біз жоққа шығарылмаймыз. Біз тек рас Белалға біз сенеміз. Оған шынымен де осындай жарақат алып қалды деп айта алмаймыз. Неден кейінде Белалдың жекпе-жектен шығып қалған несі бар ғой. Кезінен кейін кім Янгари пост шығарыпты.
қандай пост? Шафқатпен төбелесем деген ниетте шығарған екен. Дейна және Хантермен келесі қарсыласым кім болатын туралы сөйлесуім керек. Ойымда жүрген үлкен есім бар, керемет айқас болар еді. Бұл Шафкат. 18 жеңіліп көрмеген, мен онымен төбелесім келеді. Онымен бір залда жаттыққам, оны сыйлаймын. Бірақ мен оны жеңген бірінші жігіт болғым келеді. Бұл менің қолымнан келеді. Мен осы бойы дивизиондағы менен кейінгі ең жылдам жігітті жеңіп отырмын. Тік тұрып айқасуға қауқарым жетеді. Грэпплингімде едәуір өскенін көрдіңіздер. Мен ол секілді жігітке қарсы өзімді дәлелдеуге асыға күтемін. Енді сонда бұл жекпе-жек кімге? Енгарге қызық деген сөз. Кеше сен айттың ғой. Шафқаттың Билал туралы жекпе-жекке айтқанын жібердің ғой сен видеоны. Сол кезде де айтып отыр енді. Ол өз ойын білдіріп кетіп жатыр да бұл жерде. Не деп жазды? Усман жазып жатыр. Усман мынандай не жазған? Давайте шығарып қоямыз. Мынандай шығарамыз. Усман не болып қалды дейді. Түрін көрсетші дегенде. Усман қалай болады? Янгаридің видеосы шықты ретфриден. Янгариді Билал Мұхамбеттің тырнағын істеп жатыр. Бұндай затпен Шафқатта төбелесті. Аяғы бірақ ісіп кеткен. Аяғы өзі томпақ аяқ па қалай? Мұхамбет Шафқат айқастан бас тартқанын көрсетті дейді. Мүмкін. Жарылып жатыр интернет. Интернетіміз жарылып өліп қала жаздап жатыр. Так, бұл картты Перейра Анкалайппен қорғау мүмкін ба? Шафқат енді ақ-қарасын ертең ақтылады. Мүмкін ба яғни? Анкалайп шықпайды ғой. Анкалайп келсе ма? Неге? Барлығы дайын, жақсы жекпе-жек өтті, травма алған жоқ. Неге шықпайды? Как раз ол таптау өтпей ма оны өзінің айтуы бойынша? Жүгіру өтпей ма прямо? Анкалайп ондай емес. Анкалайп сіздер ойлағандай Анкалайп дейтін БМФ титулына лайықты емес. Сендер мына жерде сырт көзге былай дегенмен де ол да отказды айтып жүр. Рас? Ол кеше ғана төбелесті ғой. Мен бұл енді бір айдан кейінгі жекпе-жегіне. Мүмкін ғой, неге саған? Мүмкіндік қой. Жоқ енді бұл неше? Бұған дейін бас тартты ғой. Ораза деді Анкалайп. Тағы да бірдеме деді. Мен енді кішкен 3-4 ай демалуым керек дейді. Перейра демалмайды да, сен демалады екенсің де. Пойыз саған керек қой. Жоқ, ол демалу керек, ол бүйту керек. Перейра уже Шафқат шығып қалды, басты картта мен төбелескім келіп отыр дейді. Ал мынандай жауынгер бар ма? Сен көрдің бе? Міне мынандай болу керек жауынгер. Жеңілсін, жеңілмесін осында UFC-ді қазір номер 1 осы Перейра. Келсесің ба? Ислам Махачев емес. Перейра. Бүгін айтқандары, олар шоу ойнатып атқан жоқ ол. Ол шоу ойнатып атқан жоқ. Ол дейтін кәдімгі по факту солай жаза салады. Ол командалық шешім дейтін ол жоқ сияқты. Максимум ана кім Тешейра ме? Қасында жүрген бұрынғы чемпион Тешейра. Солмен бір ақылдаса, че-то мен бір не істейін? Төбелесейін деп жатырмын. Добро берші деген сияқты. Келеді, осылай айта салады. Мүмкін? Добро берші. Мүмкін. Ал сен не айтасың бұл ойға пікірге? Алекс Перейра енді сол моментінде ұстап қалып тұр ғой. Осындай болу керек та жауынгер дейтін. Чемпион да осындай болу керек. Бұл жерде тек жекпе-жек, жай жекпе-жек емес. Басты карттың жекпе-жегін ұстап алып тұр да ол. Ол біліп тұр да бұл жерде. Сандық турнирді басқарады. Сандық турнир басқаратын біліп тұр. Сол себепті ол өзін ұстап жаңағыдай медийность жағын одан сайын дамытқысы келіп, момент ұстап қалып тұр да. Мұндай жауынгер болу керек. Мен енді Анкалайппен төбелеспес жағын айтатын болсам, мен Анкалайп шықпайды деп ойлаймын. Меніңше де шықпайды сияқты бұл жерде. Кеше ғана жекпе-жегін аяқтады, ол жерде де жаңағыдай үш раунд болған жекпе-жек болды да, кіммен? Ракичпен. Бір сразу аяқталса бір жөн да бұл жекпе-жек. Травма да бар да бұл жерде, бұл жекпе-жекте. Сол себепті, то есть Ракичпен Анкалайп төбелесті ғой. Бұл үш раундқа кеткен жекпе-жек болды. Сол себепті бұл жерде жаңағыдай травма бар ма? Болуы мүмкін ба? Болуы мүмкін. Өйткені үш раунд өткізді ғой, толық өткізді үш раундты. Сол себептен бұл жекпе-жекке Анкалайп шығады деп айта алмаймын. Перейрадан өзінің ұстағысы келіп тұр. Бұл жер Шафқатқа қарсылас тауып береді не де болса. Енгари деп отырмын мен өзім. Енгаримен шығады. Басқа. Енді ой жоқ. Кім айтады? Перейраның тренері айтады. Жазыпты жаңа. Перейра дейді, ауыр салмаққа көтеріледі дейді. Джон Джонстар, ол 3 поясты да алайын деген ба сонда?
иә 3 поясты алған бірінші жауынгер болғысы келеді. Бұндай тарихта болған жоқ қой. Болған жоқ. Міне болса тарих жасақ дейді тұр. Істеген тарих жасап отыр. Не айтасың периода туралы? Енді көп сөйлемесе де өзінікін көтеріп, өзінікін жасап тұрған жауынгердің бір. UFC-ді қашан құтқарады? 300-ді құтқарды. 300-ді құтқарды, 300 тағы да бір 2. Ой, барлығын құтқарып отыр. Дана Уайттың ең мықты несі осы Перейра. Так, енді қандай жаңалықтар бар? Соңғы жаңалықтарда біз осыны өтейік. Біз подкаст енді случайно түсіріп қалып отырық қой енді жаңағы неге байланысты. Так, мына кімдікін айтайық. UFC Матеуш кімді айтайық? Николау. Матеуш Николау Асудың жекпе-жегінен кейін қуылды UFC-ден. Бұрынғы үш жекпе-жек, соң 3 жекпе-жегін жеңілген. 14-ші орыннан жеңілген, өзі 7-ші орында тұрады, соңғы жекпе-жек өткізді, бітті, ар жағынан жеңілген. Анаудан жеңілген, Ройволдан жеңілген біреуінде. Қалай ойлайсың? Ол қаншалықты дұрыс болды? Не Дана Уайт не істегісі келіп отыр? Алып тастап, жаңа енді қызықсыз жауынгерлер Дана Уайтқа да қызық емес. Енді сен жылына бір рет жекпе-жек өткізесің, сосын жеңілесің одан қалды. Бір сөйлемейсің, жеңілсең де бір хотя бір сөйлесең бір жөн, сөйлемейсің ол. Сен жандырмасаң, мен сені неге жандыруым керек? Қызық емес, кете бер деген әңгіме бұл жерде. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар тағы да жауынгерлерді алып тастады ғой UFC-ден. Осы бір күнде UFC бір сондай нелерді шығарады да, бір күнде барлығын жоқ қыла салады. Бұған дейін мысалы кім бар? Мына жақта жазыппыз Ребелис Деспейн, Джесси Батлер. Осы Джесси Батлер ғой да? Неге шығады? Джесси Батлер, Тимерис Видал, Харам Лампос, Григор, Винис Альвардо, Даниэл Пинеда дейді. Енді түгел жеңіліспен кеткен жауынгерлер қарасаң. Иә. Жеңілсең, енді айтады ғой, мысалға, кімнің Тони Фергюсонның өзі де 8 жеңіліспен кетірген жауынгер. Бірақ ол UFC-ге қызық. Өйткені сен олда атағың бар, атың бар. Ал мына жауынгерлерде енді өзін сынады, көрді. Бірақ сен сөйлемесең, ана жауынгерлердің біреуіне сөйлеген көрген жоқпын. Осы жауынгерлердің ішінде біреуі нағыз перспективный жауынгерді біз 2024-те жаңа кірді. Мынау Жарат деген сондай немен алған ғой. Цитатымен күшті қылып алған. Осы жылдың бітпей шыға жүріп тұр ғой. UFC-ге бәрібір сен қарайсың ба? Алдымызда Брэндон Морено мен Альбази төрешеді. Асудың болашақ қарсыластары. Кім біледі? Екеуін жеңілгенмен төрешуі мүмкін. Солай ғой. Ал қалай ойлайсың бұл жекпе-жек қалай өтеді сенің ойыңша? Енді Амир Албази бұл жерде жеңіспен келген жауынгердің бірі. Ирактікі о да? Ирак пекен жоқ. Амир Албази дейтін Ирактың жауынгері. Бұған дейін де бұл жекпе-жек ұйымдастырылған. Ұйымдастырылуға отмена болды. Сонымен осы картқа салды бұл жекпе-жектің басты картына. Амир Албази бұған дейін енді Кай Кара-Франспен төбелескен, Асудың шақыратын қарсыласы, болашақ. Сол жекпе-жекте енді Амир Албази айтатын болса орында. Мықты Асу сияқты енді танымал дегенде қалай перспективіне. Енді өсіп келетін жауынгерлердің бірі. Біраз уақыт кішкене енді жекпе-жектері арасы жиілік қалды андай бір. Сол себепті енді бұл жерде енді кімді беріп отыр ғой? Брэндон Морено. Өте хайптағы жауынгер. Хайптағы жауынгер. Несі хайп түсіп жатқан жауынгер. Өзінің енді хайпта енді жеңілген ғой. Бұл енді несі өтіп жатырғанда жаңағыдай хайпы түсіп жатырған жауынгерлердің бірі Брэндон Морено. 3-4 рет қатарынан Фигуейредомен төбелесті. Екеуін де жеңді, енді жеңілді, жеңген де бар, жеңілген де бар, қайтарып алды, жеңіліп қалды. Сонымен ақырында ол Фигуейредоға берілгеннен кейін ол да уже мен болдым дегендей қылып несін қойды. Сосын мына жақтан кім Пантож алып кетті, белбеуді. Ол да тағы да бір өзінің бір атағын көргісі келеді ғой бұл жекпе-жекте.
Амир Альбазимен. Бұл мына перспективный жауынгерді Амир Альбази жеңетін болса, тағы да титулға шығуға мүмкіндік бар. Ал Альбази бұл жерде ол да титулға шығуға мүмкіндігі жеңетін болса, ал жеңілгені Асумен төбелесуі мүмкін. Иә, бәрі мүмкін. Так, Асу жақында жекпе-жек өткізді. Оны жеңіспен бітірді. Николауды қуды. Енді мыналардың арасынан уже табады ғой, кімнің жеңілгені уже төмен қарта 4-ке 5-ке түседі. Какара француздармен может шығу мүмкін. Может екінші жекпе-жегінде шығу мүмкін. Я, мына жерде менің ойымша сол кім Альбази мықты ғой қазір. Кішкене отты кеше топорай сияқты бір ыңғайсыз қарсыласты. Былай жайпа ұрады, күтеді қарсыласты. Прямо кіріп кетпейді. Ақылды жауынгер. Ирактың кәдімгі беткестер жауынгер, ирактардан көп. Жауынгер шыға бермейді бұл жерде. UFC-дің жауынгерлерден бөлек шыға бермейді. Ирандан бар енді. Найзада анда-мұнда. Ирактан тіпті бізге келіп отқан ешкім жоқ. Меніңше де менің де прогнозым солай. Бұл UFC енді. Бұл Apex-те болады ғой. Иә, UFC Apex-те болады. Apex-те болады, сондықтан қатты қызық болады деп ойламаймын. Енді ертең не бар? Ертең Руслан Сариев шығады. Пайвамен шығады. Бразилиялық. Пайва айтады. Жалғасты жыртып тастады мен. Руслан, сен кім болыпсың сен ма? Жалғас сен братаның емес па деп отыр ғой. Сөйтіп айтып отыр ма? Иә, айтты ғой. Мысқылдап. Не айтасың енді? Енді біткен жауынгер сияқты бұл жерден қатты. Енді бірақ енді жоқ, UFC-ден келіп отыр, UFC-ден келіп отыр. Кімде қазір Сариевте прямо вау, мынау кетеді деген UFC кетейіп тұр ғой деген жауынгер емес қой. Ол да кішкене жеңілісті көрді. Жеңіліс көрген екі жауынгер де сондай. Жекпе-жегде қиынға ұшырады соңғы кездері Руслан Сариевтің. Бұл жекпе-жек енді бір сарында өтетін сияқты. Сол. Егер енді Руслан Сариевті жеңетін болса, онда Қазақстан кім Байықбаев тұр, Пайва. Байықбаев тұр, шығады ма, біздің жауынгерлер шығады. Кім шығады? Енді 57-тен кім бар? Кімде шығып қалуы мүмкін мысалға? Диас, Еренғай. Диас Алашбайды төбелеспейді. Диас 57-тегілерде. Жоқ, 57-те именно Алашбайды ұстайды шығар деп ойлаймын. Енді Вандерлех солды лақтырып, найзаға анда-мында туда-суда мүмкін, Әлібейге де апарып тастауы мүмкін, найзадан қолынан келуі мүмкін. 61-де өте ма? 57-61, 57-ның жігіттері ғой, 61-ге болса без разница, Алашбайдқа дей салуы мүмкін оларда. Бірақ Алашбайд тағы да өз-өзін дәлелдеп отыр, мықты жекпе-жек қой. Анау бразилец емес. Болмайды шығар деп ойладым бұл жекпе-жегін. Сен де сулақ қысып шашынан алдыртпадың ба? Қой, ондайға мен не жоқ. Әзірге тұратындай. Күшті жекпе-жек. Екінші кімдер төбелеседі? Асылжан Таскет төбелеседі. Оның қарсыласы енді мен танымаймын енді. Бразилия жауынгері олды Бразилия жауынгері. Бразилия кімнің қасына еріп келген жігіт деді ғой. Соны шығасың ба деп айтты. Бауыр. Олай емес енді. Екек төбелесек деп UFC-ге алсайықшы. Рамазан 57-тен шығып жатқан әңгіме ғой. 57-тен шығып жатыр. Жалғасты айттық, кімді айттық? Асуды айттық. Асу деп Азатты жеңген, кешегі Чарльз Джонсон. Кеше ғана жеңген Темірбек, Рамазан Теміровпен, Рамазан Бек негізі шынаты. Рамазан Бек Теміровпен шығады екен. Өзбектер шулап жатыр. Былай жазып қойдық неде. Жалғасты жеңді, сосын кімді жеңді ол? Азатты жеңді ол. Біз қазақтарға көрсетеміз. Бұл жалғас Қазақстанның легендасы жалғасты жеңді. Сосын перспективный боеці Азатты жеңді. Вообще жеңілмеген боецін Азатты жеңді. Ертең өзбектің қандай екенін көрсетеміз дейді. Өзбектің қандай деңгейде екенін көрсетеміз дейді ма? Иә. Бұл туралы енді эксперт ретінде өзіңіз. Эксперт емес ғой мен. Өзімнің ойым айтатын болсам, бұл көрдік қой енді Рамазанның өзінің жекпе-жегін көрдік. Енді прессинг қатты жасайды. Бұл жекпе-жек енді күреске кірмейді ғой. Чарльз Джонсонды былай алып қоятын сияқты. Чарльз Джонсонды мен жалпы енді біздің қазақ жауынгерлерін айтпай-ақ қояйын. Жоқ енді сондай ыңғайсыз қарсыластар келеді де біздің өзіміздің жауынгерлерімізге де. Азатқа келетін, жалғасқа ыңғайсыз, оларға өзіне ыңғайсыз. Ал мына кім? Рамазан Теміровтің қарсыласы қазір Чарльз Джонсон.
Азаттың қарсыластары. Бұл Рамазанға әдемі ыңғайлы қарсылас деп айтар едім мен. Рамазанға ма? Иә. Керісінше емес па? Кім бойы ұзын, Рамазан Азатта емес, бойы қысқа. Енді бұл жерде қысым бар ғой, кеше қысым жасайтын болса, Чарльз Джонсон ол ештеңе істей алмай қалады. Мен Рамазан жеңеді, мен бұл жекпе-жекте соққы жіберу. Точно айта аламын. Дұрыс. Соққы жіберу күші де аз ғой, мысалы Азаттың өзі бір-екі ударын берді ғой әдемісіне. Соған да сеніп қалды бір де. Сол сияқты ол жылдам бұл жерде. Жылдам да бұл Рамазан. Біз көрдің ғой жекпе-жегін? Көрдім енді, ол жекпе-жек не айтатынын мен біліп тұрған жоқпын ғой, қандай не айтады. Егер де осы жекпе-жек толық емес, қалай болса солай жеңсе, вот сол мен мойындаймын бар. Жоқ, мен бұл жерде мен Рамазанға қарсылас көріп тұрған жоқпын, Чарльз. Жоқ. Даже кімнің алдында қарсыласы кім еді? Тағы бір қарсылас болды ғой. Кеше жеңген бе? Асудың қарсыласы кім? Асудың қарсыласы емес, Асудың тағы қарсыласы. Шашы ұзын аты кім еді? Оде Осборн дейтіндер, бұл Рамазан мен қарсылас көрмейді. Бұндай жауынгерлер енді просто біздің жауынгерлерге, өзіміздің қазақ жауынгерлерге ыңғайсыз қарсыластар. Жоқ, Асуға ыңғайсыз болып тұрады, менің көзімше. Сол себептен де жеңе алмай қалды кейбір қарсыластарын енді. Матеус Николаудың өзінде жаңағыдай мерзімнен бұрын жеңе алмайды деп тұрғанмын ғой. Біздің психологияда кішкене андай қатық болған сияқтымыз да біз. Иә, сол. Кеше теміріп ашылып төбелесті. Иә, сол біздікілер сол өз-өзін көрсете алмай қалады да. Иә. Ол да бар, сен айтып отырған. Түсініп отырмын. Солай мүмкін. Иә. Мүмкін. Бірақ мен кімнің сондай бір недегі жақсы жауынгер екенін білемін. Чарльз Джонсон. Хитрый жауынгер. Хитрый. Өтірік бүйтіп амандасып. Бірақ хитрый болғанда өзбектен хитрый емес шығар. Иә, ол да бар. Сен өзбекпен қазақпен төбелесейін деп жатқан жоқсың. Өзбекпен төбелесейін дейді. Ол да ассалам ака дейді. Құшақтағанда құшақтайды. Тепсең ол да жата қалуы мүмкін. Акаң шығара ғой. Чарльз Джонсон абайла, ол қазақ емес, сен жалғас сияқты мына жерде тепті или өзің теуіп. Ол жатып ұйықтап қалуы мүмкін. Ол сенімен жекпе-жек шығып қоя қалуы мүмкін. Ол өзбектер ақылды халық қой. Біз сияқты намысқа тырысып кетпейді. Сондықтан алып тастауы мүмкін, онда жай бар. Бірақ дейді, бар ғой енді мен. Бірақ Рамазан алдыңғы неде айттым, мен ол көпке бара алмайды, асу ұқсап. Азатпен шығарса, осы жекпе-жек Азат алып қояды дедім. Оны да айтқан өзім себептерімді айттым. Меніңше Чарльз Джонсон жеңеді сияқты. Сенің ойыңша? Меніңше Рамазан теміріп алып тастайды. Қарсылас көрмейді, мен айтайын. Қарсылас көрмейді мен. Сол андай ашылатын боец болса, ана Чарльз Джонсондер уже нөлі қалады. Ештеңе істей алмай қалады. Қысым жасасаң, біздікілер енді жаңағыдай намыспен жеңілмеу керек, жеңіліп қалмау керек деген сияқты бір немен жүреді де, намыс бар ғой іштегі андай қатып қалады, өзің айттың. Сол себептен енді кішкене ашыла алмай қалады да, өзін көрсете алмай қалады. Бар. Біздің жауынгерлер енді мықты ғой, бірақ енді жаңағыдай жерде енді өзін ұстап қалады да бет. Ал енді өзбектер ол жоқ, барлығы емес. Бытчыт. Иә, бытчыт. Жалпы енді мен Рамазан айтып отырғанмын ғой, Рамазан деген өзбек. Дұрыс айтасың. Бұл да біраз Қазақстанда да көп өнер көрсетті. Ақтауында, Найзада төбелесті. Бұл 7 март әлі қайда бұл жекпе-жекке 9 рет алған. 7 март деймін. Кеше шықты осы 7 наурыз. 1 наурызда, 7 наурызда екеуінің біреуі. Жалпы жаңалықтар ғой. Сосын кеше Петросян дейтін шарабулеттен құлап қалған, ұйықтап қалған жауынгер бар ғой. Сол былай деп комментарий жазып отыр. Мен негізі ұйықтаған жоқпын деді. Мен тек басымда өстіп жатып алдым деді. Рефери ертеректеу қимылдады. Айырды деді. Қоя қойды деді. Ол үстінен төпештеуге рұқсат беру керек еді. Мен қалай болмасын кішкене былайынан жата салдым деді. Кішкене ол келген кезде мен ауыса салатын едім дейді. Бізге реванш керек дейді. Ал Шара не қыл дейді. Шара айтады, мен не істеймін, жатқан адамды ұрмаймын мен ондай дейді. Өлтіру керек. Уже болды ғой, рефери қарадым, ол да барлығы түсініп отыр. Сондықтан ол айта береді, мен уже кімге Петросян барғанын бір қадам артқа шегінген дейді. Бұл туралы не айтасың? Дұрыс, Шараның айтқанын қосыламын. Енді
уже шараның жылдамдығын көріп айтатын болсақ, ана жерге жетіп үлгеретін еді, оны добивать етіп үлгеретін еді соңына дейін. Арманда ештеңе істей алмайтын. Ана жер көргенде соққы енді дәл әдемі тиді, ана жерде кәм. Жағынан дұрыстап тиді. Содан кейін де уже тұрған бойда да уже өзін әлі де жаңағыдай есін жия алмай тұрды да сол жерде. Сол себептен Арман Петросянның айтуы да дұрыс емес деп ойлаймын бұл жерде. Мүмкін ана намысына тиіп кеткен. Неңді қылышыңды боққа шап дей ма? Біздің Октагон лигасының чемпионы, мықты қызымыз, былай Спорт Плюске былай жаңалық берген Саят Абдрахманов маған айтты, келесі UFC-ге шығатын сен деп айтты. Біз бұған дейін де кімдерден Октагон лиганың президенті Нұриддиннен де естіп жүрік, және де басқа да подкасттардан естіп жүрік, сұхбаттардан естіп жүрік. Міне UFC-ге кім керек, кім енді шығады десеңіздер, өзі айтып тұр, дайын. Кеше Вестник алған сұхбат көрдің ғой, Саят туралы. Саяттан сұхбат алып. Айтыр, енді Қазақстаннан кім шығады дегенде айтпай қалды да, кім Саят. Енді айтсам, уже айтқанда, осы жылы хабар бар деген сияқты әңгіме айтып отыр да ол. Бір жақсы бар. Бірақ айтса, мен айтып отырдым, мен біткеннен кейін айтқанды жақсы көрем. Ол Саят солай. Көп боятса, бізде жатса UFC деп отырым, иншалла деп бастайды. Қазір қойды, білесің ба? Осыдан 3-4 жыл бұрын, 2-3 1 жыл бұрын солай айтып жүрді. UFC деп отыр, иншалла, хабар күтіп отыр деп. Аяқтан кесті бастап, сол айынан болғанда. Солмен болды. Аян тұрсын енді бір қорғау керек деп ойлаймын, чемпиондығы. Оған бәрі ғой, қорғау міндетшілігі жоқ. UFC-дан хабар келгенше Октагонда төбелесе береді. Сондықтан ол болмайды. Енді бір үлкен жаңалық болады, қазақ қызы. Жоқ, прям ондай менше солай ойлайсың ба? Мысалы, Мария да шықты. Жоқ, енді ұлты қазақ деп, оған дейін де мысалға, кім Дамир шыққанның өзінде де орыс деп шықты, оның алдында Шапқат шыққан уақытта таза қазақ деп шықты, қазақ атынан деген сияқты. Ол жерде де сондай қылып. Аян тұрсын да солай. Қазақша білетін деген сияқты. Қазақ қызы бірінші не болады. Солмен бүгін подкастымызды аяқтайық. Уже біраз жаздық қой, сразу тек студияға келіп камераларды қойып аяқта түсіріп жатырық. Бізге подписаться еткізіп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, ана қоңыраушаны комментарий жазыңыздар, ұнасын, ұнамасын. Қолымыздан бесплатно жасап жатырық сіздерге, ешқандай спонсорға. Спонсор боламыз дейтін болсаңдар, бізге жаза қойыңыздар, номеріңізді айтып жіберің, аударайық деген. Бұған дейін тоқта, бұған дейін Баука Табын дейтін Октагонда Алашпрайтта төбелескен ағамыз бізге 22.222 теңге аударып жіберді. Неге деші? Неге 22? Просто дейді. Сендер маған ұнайсыңдар дейді, ойлашы. Мен туралы жарнама жасаң, ондай мен туралы айтпа деп жазған жоқ вообще. Просто бауырлар, сендер ұнайсыңдар, кәдімгі қазақша жақсы жаңалық жүргізесіңдер деді де, бізге осындай ақша аударып жіберді. Міне, рахмет, Алла разы болсын сізге. Біз одан сұрап, ондай істеген жоқ, өзі от душинен берді. Біз енді 22 мың деп, ойбай, көп ақша, олай деп отырған жоқ біз. Біз енді жыртығымызды жамамаса да, не істемесе де, көңілді ол. Көрдің бе? 22 мыңға біз ертең өзіміз студиямызға свет аламыз, тағы бір деме аламыз деген сияқты. Тойып қаламыз. Тойып қаламыз. Осының өзі бір андай бір. Осының өзі. Көңілді, еңбектің бағаланған. Осындай, далада сені танымайтын осындай қазақтың жігіті келіп сені бағалағаны. Сондай керемет. Рахмет сондықтан, братан. Осындай ағаларымыз көп болсын салып тұратын. Бізге жарнама керек, спонсорлар мына жерде, мынандай. Просто так не үшін қойып қойып отыр. Сондықтан давайте бізді қолдаңыздар. Достарымызға барлығына жіберейік, таратайық. Қолдаймыз, біз дайынбыз. Лайк басып, тақанса көріңіздер. Біз постоянно түсіріп тұруға шешіп қабылдадық. Ешқандай күткен жоқ біз ешқандай ақшаны. Сау болыңыздар. Ұстадың ба? Алып соқ. Кеттік.